Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Есть. Майданда аяулы есімін асқақтатқан батыр қыз 1922 жылдың қазан айында Батыс Қазақстан облысы Орал ауданында дүниеге келген. Оның балалық шағы Жасқұс деп аталатын ауылда өтті. Әкесі Жиенғали қоймада күзетші болып, ал анасы тойшылша үй шаруасымен айналысқан. Мәншүк Мәметованың ата-анасының азан шақырып қойған есімі Мәнсия. Анасы бала күнінде еркелетіп, моншағым деп, кейін Мәнсияның атын айтуға тілі келмей, өзін Мәншүк деп кетеді. Құжат алар кезде де батыр қыз өз есімін Мәншүк деп жаздырады. 1927 жылы Саратов қаласынан Мәншүктің ауылына оның туыстары Ахмет пен Әмина Мәметовтар келеді. Мәншүктің туысқан ағасы Қанат оларды қонақ қылып, осы отырысқа Жиенғали мен тойшылшанды шақырады. Ұзақ уақыт перзент сүйе алмай жүрген Ахмет пен Әмина ата-анасына еріп келген бүлдіршінді бірден жақсы көріп қалады. Алыстан ат терлетіп келген ерлі зайыптыны Мәншүктің ата-анасы да үйіне шақырып қонақ қылады. Осы кезде ерлі зайыпты үй иелеріне күтпеген өтініш жасап, Мәншүкті асырап алғысы келетінін айтады. Мәншүктің ата-анасы бұл өтінішті қабылдап, қыздарының қалалы жерде оқып, білімді азаматтардың қолында тәрбиеленуін жөн көреді. Жиенғалидың немере інісі Ахмет өз кезегінде Мәншүкті көзінің қарашығындай сақтап, қорған болуға уәде береді. Сондай-ақ Мәншүктің ата-анасының тірі екеніне қарамастан, оны асырап алғысы келетінін айтады. Жиенғали ақыры сүйікті інісінің бұл өтінішін де қабыл алады. 3 жасар қызды асырап алған Ахмет Қазақтан шыққан алғашқы дәрігер, ал әйелі Әмина әдебиет пәнінің мұғалімі әрі әдіскер. Ахмет Саратов қаласында оқып жүргендіктен Мәншүкті өзімен бірге сол жаққа алып кетеді. Көп замай аласапыран заман басталады да, Ахмет бірнеше жыл ағасымен хабар алыса алмай қалады. Кейін 1931 жылы Алматыға келгеннен соң, жылдың соңында бірақ естиді. Ағасы Жиенғали аштықтан көз жұмған екен. Ахмет Мәметов өзі алашордашы, Бейімбет Майлин, Құдайберген Жұбановтармен жақын араласқан. Сол себепті де 1938 жылдың қаңтар айында ұсталып кетеді. Мәншүк 1931-38 жылдары Алматы қаласындағы нөмірі 28 мектепте білім алады. Осы жылдар ішінде Мәншүктің туған анасы мен әкесі бірінен кейін бірі көз жұмады. 1938 жылы дәрігер Ахмет Мәметовке халық жауы деген жала жабылып, ату жазасына кесіледі. Анасы Әминаның да басқан ізі аңдулы болып, Мәншүк соғысқа дейінгі жылдары көп қиындық көреді. Жесір әйелден барша дос жараны теріс бұрылып, Әминаның мінезі жаман жаққа өзгереді. Тұрмыстары қатты нашарлап кеткендіктен, Мәншүк институтындағы оқуын тастап, үкіметтің басқарма істерінде хатшы болып жұмысқа тұрады. 1940 жылы Мәншүк жалғыз қалып, ауылдағы туыстарына материалдық көмек сұрап хат жазады. Өкінішке орай, қаршадай қыздың бұл хаты жауапсыз қалады. Себебі туыстары халық жауының қызы атанған Мәншүкпен байланысқа шығуға қорқады. Мәншүктің 2 туған ағасы болды. Олар Нағи мен Қадыр. Ахметтің ағасы Қанаттың қолында тәрбиеленіп жатқан Нағи Орал қаласына оқуға түседі. Ал Қадыр Оралда жоғарғы оқу орнын тәмамдағаннан кейін әскер қатарына шақырылады. Соғыс басталған жылы Мәншүк анасы Әминаның үйін тастап жатақханаға көшеді. Небәрі 18 жастағы Мәншүктің жоспарларының бәрі кейінге шегіріледі. Бойжеткен әкесінің атылып кеткенін білмей, кеңес үкіметін қорғап, айдаудағы жақын адамын құтқару үшін майданға аттанады. Себебі ол кезде қоғамда халық жауының балалары
өз еркімен майданға аттанса, ата-анасының бар жазасы кешіріледі деген сөз тарады. Осы сөз құлағына тигелі Мәншүк 1 жыл бойы әскери комиссариатқа әскерге бару туралы өтініш жазады. Өтінішінде мен, Мәметова Мәншүк, 1922 жылы кедей шаруаның отбасында дүниеге келгенмін. Ата-анам қазіргі уақытта қайтыс болған, жұмысшы факультетін оқып бітіргенмін. Қазір Халқом кеңесте Халық комиссарлар кеңесі төрағасы орынбасарының жеке хатшысы болып қызмет етемін. Өмір баяным жөнінен қысқаша мағлұмат бере отырып, сізден ағаларыммен және апаларыммен бірге фашист қарақшыларды талқандап құрту үшін мені майданға жіберуіңізді сұрағым келеді. Өйткені майданға баратындай ағайым да, апайым да жоқ. Сол себептен де өзім сұранамын. Өтінішімді қанағаттандыруыңызды сұраймын. 1939 жылдан комсомол мүшесі. 27 тамыз 1941 жыл деп жазды қайсар қыз өз өтінішінде. Алайда бұл уақытта кеңес билігі нәзік жандыларды әскерге алу туралы жарлық шығармаған болатын. Мәншүк тек 1942 жылдың 13 тамызында Алматы қаласында құрылған жасақ құрамында болып соғысқа аттанады. Осы бригаданың құрамында барлығы 4890 жауынгер болды. Оның ішінде екеуі қазақ қыздары, Мәриям Сарлыбаева мен Мәншүк Мәметова. Батыр қыз майдандағы алғашқы тапсырмасын подполковник Мостовтан алғанды. 2-ші атқыштар батальоны штабының құжаттары бар папканы тиісті жерге жеткізуі керек болды. Осы кезде байланысшылар тобының фашистердің қолына түсіп қалғанына қарамастан, Мәншүк тапсырманы сәтті орындап, қошемет сөз естиді. Мәншүк Мәметова жаумен шайқасып қана қоймай, санитарлық қызметті шебер атқарды. Өлім аузында жатқан майдандастарына қолдан келгенше көмектесті. 1942 жылы Великие Луки қаласын жау қолынан азат ету үшін барын салып шайқасты. Осы кезде оған медициналық институтындағы 1 жылдық білімі көп көмектесті. Кейін құрамында Мәншүк бар Ушаков батальоны Бурцеваны қорғауға аттанды. Ауыл 4 мәрте қолдан қолға өткендіктен шайқас тартысты болды. Осы кезде қазақ қызы жауға қарсы пулеметпен оқ жаудырды. Көптеген сарбазынан айырылған неміс әскері кейін шегінуге мәжбүр болды. Көп ұзамай пулеметшілер батальонына алынған Мәншүк бөлім командиріне дейін көтеріліп, сержант атағын алды. Осы батальон 1943 жылдың күз айында Изоча станциясын жау қолынан босатуға қатысты. Алайда кеңес әскері көп сарбазынан айырылып, кейін шегінеді. Мәншүк осы кезде «Сендер бара беріңдер, мен кетсем, сендерді кім қорғайды?» деп қалып қояды. Соңғы күшін жинап, Мәншүк пулеметін ашық жерге алып шығып, жолдастарына жолды тазалап, фашистердің тікелей бетіне атқан. Осылайша қайтпас қайсар ару Максим пулеметімен 100 деген немістің көзін жойды. Ол 1943 жылдың 15 қазанында сол қанды майданда ерлікпен қаза тапты.